Міне біз сіздермен бүгін оқитын әңгіменің тақырыбы Donna's Story, Доннаның оқиғасы. Бұл 3 бөлімнен тұрады, жалпы, және көп суреттерден тұрады, сол үшін тез оқып шығамыз деп ойлаймын. Бүгін біріншісін оқып талдаймыз. Өйткені талдайтын заттар өте көп. Ішінде грамматикасына қарастырамыз, жаңа сөздерді де қарастырамыз. Кеттік. My story starts in late July. Жақындатайын. My story менің оқиғам. Менің оқиғам late July. Шілде айының аяғында басталды. Мұнда late July айға қатысты осындай сын есімдер қолданылады. Егер шілде айының басында болса early July, early деген ерте. Бірақ early July болса июльдің шілде айының басында, 1-ші және 10-ші шілде аралығында деген сөз. Ал in the middle of the month, онда айдың ортасында деген сөз. Және кейде бұл сөз mid деп қысқартып айтады. Мысалы, mid July. Шілде айының ортасы. Тура осы сын есімдер жасты атаған кезде де қолданылады. Мысалы, he is in his early 30s. Ол өзінің 30 жасының басында, яғни 31-32 жас аралығында деген сөз. He is in his mid-30s. Болса, ол 35, 34, 36 жаста. He is in his late 30s. Болса, ол 38-39 жас аралығында. Яғни жасқа қатысты қолданылады, айларға қатысты қолданылады, және жылдарға қатысты да қолданылады. Сонымен, менің оқиғам шілде айының аяғында басталды. It was July the 21st. Ол шілде айының 21-і болды. Мұнда ST жалғанған 21-ші дегенді білдіреді. Және ол реттік сан есім. Мұнда the жазылмаса да ол айтылып тұрады. The 21st. Бірінші деген first, екінші second, үшінші third. Ал қалғандардың сандардың барлығына TH жалғанады. Мысалы fourth, TH fifth, TH және sixth, TH қалғандар бәрі солай. Мұнда бір болғаннан кейін first. It was July the 21st. I think. Мен ойымша, ол уақыт шілденің 21-і болатын. It was the first day of our holiday. A hot July day. Ол біздің демалыстың бірінші күні болды. A hot July day. Ыстық шілде күні. I stood in the sun and looked at the sea. I stood in the sun. Stood, тұру. Ол stand етістігінің екінші формасы. Stand, тұру. Stood, өткен шақта тұрдым. Мен күн астында тұрдым. Және looked at the sea. Теңізге қарап тұрдым. Look, ол дұрыс етістік, оған идея ғана жалғанады өткен шақта. Ал мына сөз бұрыс етістік, ол формасымен өзгереді. Да, теңіз. Sea деген теңіз. Жаңа сөз болса белгілеп қояйық. Бұл біз қарастырып жатқан текст, мәтін ол бастапқы деңгейлерге арналған, beginner elementary деңгейлеріне. Сол үшін менің ойымша бастапқы деңгейлерге жаңа сөз деп есептелетін сөздерді осылай белгілеп отырамын. It was 11 o'clock in the morning. Ол уақыт таңғы 11-дің кезі болатын. It was 11 o'clock in the morning. I was on the boat of Portsmouth with my mother and father and my sister. I was on the boat. Boat негізі қайық. Бірақ мұнда қарасақ бұл қайықтан да үлкен, кеме сияқты, сол үшін ары қарай кеме деп аудара береміз. Boat мынандай кішкентай негізі. Бірақ ағылшын тілінде boat деп үлкен жерді де атайды, бірақ ship деп те атайды. Бірақ енді олар қайықта емес, олар кемеде да, сол үшін кемеде деп аударайық. Мен кемеде болдым, Portsmouth. Portsmouth'та жергілікті жердің атауы with my mother, father, my sister, Louise. Яғни олар осы жерден кемеге отырған. Анасы мен әкесі және сіңілісі Луизбен. Енді қарай, seabirds played near our big boat and the small boats near us on the sea. Seabirds
Теңіз, birds, құстары. Мен айтады, теңіз құстары, шағалалар. Теңіз құстары біздің үлкен кеменің және кішкентай қайықтардың жанында ойнап жүрді, ойнап ұшып жүрді. Теңіздің үстінде. Бұнда белгілейтін near, егер таныс емес болса, оны да белгілеп қойық. Near деген жақын. Ал алыс дегеніміз антонимін жазайық. Алыс, far. Жалпы сын есімдерді жаттағанда олардың антонимдарымен бірге жаттаған дұрысырақ. I started to look at the people. Мен адамдарға қарай бастадым. With us on our boat. Бізбен кемеде болған адамдарға қарай бастадым. They all watched the seabirds and talked and laughed. Олардың барлығы шағаларға немесе теңіз құстарына қарап тұрды және әңгімелесіп тұрды және laughed, күліп тұрды. Laughed деген күлу. They were all happy on the first day of their holiday too. Олардың барлығы бақытты болды, яғни қуанышты болды өздерінің демалыстарының бірінші күнінде. Too деген тоже, орысша айтқанда, қазақша айтсақ, олар да бақытты болды өздерінің бірінші демалыс күнінде. And suddenly, there he was. Suddenly деген сөз ол кенеттен. Кенеттен, there he was. Бұл жерде сол адам тұрды, ол тұрды деген сөз, ол болды. This tall, сондай ұзын бойлы, quiet boy. Quiet, тыныш бала. In a blue and white shirt. Көк және ақ жейдеде. Баланы айтып жатыр. Онда speech bubble'да жазып тұр. Wow, he's lovely. Ол сондай lovely деген, сүйкімді. Quiet деген сөз тыныш дедік. Спокойный, тихий. Blue white shirt. He was really good looking. Ол өте сымбатты. I'll always remember the first time I saw him. Мен әрқашан оны ең бірінші көрген кезім есімде болады. Remember the first time I saw him. So, мұнда етістік және ол бұрыс етістік бастапқы формасы see. See, saw, seen. He didn't see me then. Ол мені көрген жоқ. He was with some friends. Ол кейбір достармен болды. Бірнеше достармен болды. One of the boys was his brother. Олардың біреуі оның ағасы болды. I think. Солай ойлаймын. They had the same blue eyes, the same mouth and nose, nearly the same hair. Олар same blue eyes. Same деген бірдей. Бірдей, яғни ұқсас. Көздері, екеуінің де көздері көк. The same mouth and nose. Ұқсас, немесе бірдей. Еріндері және мұрындары. Nearly the same hair. Және шаштары да бірдей болды. Нені жаңағы бала, ұнатып қалған. Нені ағасы. His brother and one of the boys with him tried to catch the seabirds, and he smiled at them. Оның ағасы және сол балалардың біреуі with him, сонымен болған, tried to catch. Catch, ұстау, қағып алу. Тырысты, ұстап алуға тырысты. Нені? Seabirds. Теңіз құстарын ұстап алуға тырысты. Catch деген, мысалы, допты ұстап алу. And he smiled at them. Және оларға күліп, жымиып қарап тұрды. Then they came and stood near us. Кейін олар бізге қарай келді де біздің жанымызда тұрды. And they talked about the small boats on the sea. Және олар біз теңіздегі кішкентай қайықтар туралы сөйлесе бастады. I watched him over Louis' head all the time. Мен Луиздің over Louis' head деген head бас. Луиздің басының үстінен қарап тұрдым. Мына суретте. Луиздің басының үстінен. His brother and his friends made a lot of noise. But he was quiet and didn't talk a lot. Оның ағасы және достары көп шулады.
made a lot of noise. Бұлны тіркеспен бірге жаттап алған дұрыс. Make a noise бастапқы формасы. Біз бір ғана сөзбен айтамыз, шулау деп. Онда бірнеше осылай сөзбен айтады, make a noise. But he was quiet and didn't talk a lot. Бірақ ол тыныш болды және көп сөйлемеді. Then suddenly he looked at me and his eyes stayed quietly on me. Suddenly, жаңа кездескен сөз. Кенеттен, немесе бірде, кенеттен. Ол маған қарады және оның көздері менде болды. Stay, қалу деген сөз. Тыныш қана маған қарап тұрды деп отыруға болады. And he smiled, his lovely smile, with his shy blue eyes. Және ол жымиды, немесе күлімдеді өзінің сүйкімді күлкісімен, with shy blue eyes. Shy ол застенчивый, ұялған, ұялған көк көздерімен күлімдеп тұрды. Shy'ды белгілейік. The people near me on the boat, the sun, the sea, the birds, the noise of his friends' time, it all stopped. At that moment, there was only him and me and him and his smile for me, only the two of us. Oh, ғашық болып қалды. The people near me on the boat. Менің жанымдағы, кемедегі менің жанымдағы адамдар. Күн, теңіз, құстар, оның достарының шуы, уақыт, бәрі де тоқтап қалды. At that moment, сол сәтте, онда тек ол және мен және ол ғана болды. Ол және оның маған күлкісі. Only two of us. Тек екеуміз ғана. Only тек. Slowly, very slowly, the boat started to move away. Across the water to Spain. It takes a day and a night on the boat from Portsmouth to Santander in Spain. A day and a night together on the same boat with him. Асықпай, өте асықпай, кеме Портсмауттан шықты. Сол жақтан алыстай бастады деген сөз. Алыстай бастады. Across the water to Spain. Су арқылы Испанияға қарай. Across деген қиыннан қиып өту деген мағына былай. Across, через, ортасынан былай өту. It takes a day, a night. Яғни ол бір күн, бір түн алады. Яғни Портсмауттан Сантандер, Испаниядағы Сантандерге жету үшін бір күн және бір түн кетеді. A day and a night together. Бір күн және бір түн бірге. On the same boat with him. Бір кемеде онымен. Яғни жаңағы жігітті айтып отыр. Бір күн, бір түн, бір кемеде. Мұнда суретте. Кемеде ойланып тұр. Ойланған сөзін алайық. Бұлны speech bubble деп айтады. Мынандай жалпы ойларды көрсететін. Speech деген ол сөз. Bubble деген көпіршік. Немесе мынандай пузырь. We'll be on this boat for a day and a night. Perhaps I can talk to him before we arrive there. Perhaps I'll see him again this evening. Біз бұл қайықта, бұл кемеде бір күн, бір түн боламыз. Мүмкін, perhaps, мүмкін. Мүмкін мен онымен сөйлесе алатын шығармын. Біз жеткенше. Мүмкін. Arrive, жету, келу деген сөз. Келу, жету. Perhaps I'll see him again this evening. Мүмкін, оны бүгін кешке тағы қайтадан тағы көретін шығармын. Again, қайтадан тағы да. Қайтадан тағы да. Қарай. It was a big new boat with cafes, shops, and cinema and a disco. Ол өте үлкен кеме болатын, ішінде кафесі бар, дүкендері және
кинотеатр бар және билейтін орын бар. In the evening, Louise and I went to the disco together. Кешке Луиз және мен дискотекаға бардық бірге. Together бірге. We had a coke and listened to the music and watched the dancers. Біз кол аштық және ән тыңдадық және билеушілерді, билеп жүрген адамдарға қарадық. But he wasn't there, бірақ ол онда болған жоқ. Then suddenly a tall boy in a black and white shirt came in. It was him. Кейін бір уақытта кенеттен ұзын бойлы қара және ақ жейдедегі бала кіріп келді. Ол сол бала болды. He was with a friend. Ол досымен болды. They stopped and looked slowly at all the people in the disco. Олар тоқтады да, асықпай барлық адамдарға, дискотекадағы барлық адамдарға қарай бастады. It was dark in there, and he stood and looked for a long time. Қараңғы болды ол жерде, және ол тұрды да ұзақ уақыттар бойы қарай бастады. Looked for a long time. Луис, Донна, жігіт қарақтағы және досы. He's looking for me. He wants to see me. Look for деген іздеу. Look қарау. Бірақ look for іздеу. Іздеу. Ол мені іздеп жатыр. He wants to see me. Ол мені көргісі келіп тұр. Енді ары қарай оқайық. Then he saw me and he smiled a big and friendly smile. Және ол мені көрді. Маған қарап күлді. Үлкен friendly, дружелюбная улыбка. Мейірімді күлкісімен. I wanted to stand up and sing and dance with him. Мен орнымнан тұрғым келді. Және ән айтқым келді, билегім келді, онымен билегім келді. He came across the room and stopped near our table, and he asked me to dance. Across жаңа қарсылық, мысалы бөлме болса, across бөлменің ішінен арасынан өту. Яғни маған қарай келіп, тоқтады да біздің столиктің жанына, біздің стөлдің жанына, және мені билеуге шақырды. Do you want to dance? Мен билегім келе ме? Suddenly, he wasn't shy with me. We danced together for a long time after that. Кенеттен ол менен ұялған жоқ. We danced together for a long time after that. Біз бірге биледік. Біраз уақыт бойы. But then I looked up, and there was a second tall boy in a blue and white shirt at the door of the disco, with the same eyes and the same mouth and nearly the same hair. Бірақ I looked up. Мен жоғары қараған кезде there was a second tall boy. Онда екінші ұзын бойлы бала болды. Көк ақ жейдеде, есік жақта, дискотеканың есігінің жағында. With the same eyes. Ондай бірдей көздермен, жаңағы балаға ұқсас бірдей еріндері. Негізі mouth, ауыза, ерін, lips болады. Бірақ мұнда ерінді айтып атқан шығар, ауызы деп айтамын. Бірдей еріндермен және nearly деген, орысша айтқанда почти, бірдей шаштармен. Екеу билеп жатты. Жақтан бала кіріп келді. But the boy near the door had that nice, quiet and shy face, not a big, open, friendly smile. Бірақ есіктің жанындағы балада nice деген сондай айбет, жақсы, және тыныш, және ұялған бет, немесе түр болды. Not a big, үлкен, ашық және өте үлкен күлкі емес.
ашық және жандай мейірімді. Suddenly I knew. Кенеттен мен білдім. This was his brother with me on the dance floor, not him. Менімен бірге dance floor, танцпол, немесе билейтін жерде оның ағасы болды менімен. Ол емес. I was with the wrong brother. Мен басқа бауырмен болдым. Яғни екі бауырдың басқасымен. Wrong деген орысша айтқанда не тот. Негізі бұл өте көп пайдаланады. Дұрыс емес деп аударылады. He stood for a moment near the door and watched me and his brother on the dance floor with sad eyes. Ол бір сәт есіктің жанында тұрды да маған қарады, оның ағасына, билеп жатқан жердегі маған және оның ағасына with sad eyes. Мұңайған көздермен қарады. Sad, мұңайған. I wanted to run to him to take his sad face in my hands and say sorry. Мен оған қарай жүгіргім келді. Және қолдарымен оның бетін ұстап, кешірім сұрағым келді. He looked at me. Then he went out quickly. Ол маған қарады да тез шығып кетті. Quickly, тез. Сонда ол билеп жатқан жігіт, ол болмай шықты. I stopped dancing, walked back to my table and sat down. His brother started to dance with Louise. Мен билеуді тоқтаттым да, walked back, өзінің стөлге қайтадан бардым да отырдым. Sat, ол sit down бастапқы формасы. Кен жақта sat down. Оның ағасы Луизбен билеп бастады. I didn't sleep that night. Сол түнде мен ұйықтамадым. Didn't өткен шақта қолданылатын. Болымсыз сөйлемдерде қолданылатын көмекші етістік. I thought about him all the time and listened to the noises of the boat in the sea. Мен ол туралы түні бойы, барлық уақыт бойы ол туралы ойладым. Ол жайлы ойладым. Thought, think, ойлау етістігінің өткен шағы. And listen to the noises of the boat and the sea. Кеменің және теңіздің шумын тыңдадым. In the morning, I went to the cafe. Таңертең кафеге бардым сағат 8-де. And waited there with my sister for a long time. Менің сіңіліммен күттім ұзақ уақыт бойы. I wanted to say sorry to him. Оған кешір дегім келді. I had 4 cups of coffee and I don't really like coffee. Мен 4 кесе кофе іштім. Және мен кофені негізі ұнатпаймын. I really like coffee. Мүлде ұнатпаймын. But he didn't come. Бірақ ол келмеді. Where was he? Ол қайда болды? Мынау екі сөйлем. Негізі жалпы бұл әңгімеде көбіне past simple қолданылып жатыр. Өткен шақ. Өйткені ол өзінің әңгімесін айтып жатыр, ал әңгімесі болып кеткен іс-әрекет. Онда болымсыз сөйлемде didn't қолданылды, және бұл да past simple'дың көмекші етістігі to be етістігі was қолданылады. Және сұрау сөйлемде де was. Қарай. Сурет біз көрдік па? At 11 o'clock, we arrived in Santander. I wanted to stop the boat. I wanted to stop the holiday. I wanted to go back to England. I only wanted to see him again, to talk to him, to ask his name, but he wasn't there. Сағат 11-де біз Сантандерға жеттік. Arrived, келу, жету. Мен
кемені тоқтатқым келді. Want қалау. Кемені тоқтатқым келді. Мен демалысты тоқтатқым келді. Мен қайтадан Англияға кеткім келді. Мен тек оны көргім келді. Қайтадан оны көргім келді. Онымен сөйлескім келді. Оның атын сұрағым келді. But he wasn't there. Бірақ ол онда болған жоқ. Where are you? I want to see you again. Қайдасың? Сені қайдадан көргім келеді. Енді арғарай Марктың story. Марк ол жаңағы көк ақ футболкадағы жейдедегі жігіттің аты. Ол енді келесі оқиғаны, келесі әңгімені біз келесі видеода қараймыз, бірақ Марктың көзқарасынан, Марктың айтуынша. Біз оқығанымыз Donna story болды. Ол қыздың әңгімесі, қыздың оқиғасы. Енді арғарай келесі видеода Марк жағынан оқитын боламыз.